Көрер көзге бола жасалған қарапайымдылық барып тұрған екіжүзділік. Мен бұл өмірде тек екі адамнан ғана жеңілдім. Бірі тек шындық айтатын, екіншісі екіжүзді адамнан. Тек шындық айтатын адамға өтірік айтып жеңілдім. Екіжүзді адамға шындық айтып жеңілдім. Екіжүзді болма, екіжүздіден шын бейнеңді жасыра біл. Адамзат қазір екіге бөлініп алған сияқты. Біреулер тек дүние қуып жүр, ал біреулер тек ақыретті қуып жүр. Ал кейбір адамдар екеуінде қатар ұстап жүрміз дейді. Бірақ бұл екіжүзділік. Мен дүниені көрсем, ақыретті ұмытып кетемін. Ақыретті ұмытпайын десем, дүниені сүйіп кетемін. Жалған сөйлеу және жалған ант беру екіжүзділіктің нәтижесі деуге болады. Екіжүзділіктің балын татып жүргеннен әділдіктің ащы уын ішкен артық. Екіжүзділік қиын кәсіп емес, кез келген теріс пиғылды адам оған оңтайлы. Ағайынның ішінен бір жақсы бар болса, қауғалаған көп жаман сол жақсыны көре алмас. Өз тағдырына риза болмағандар басқаның бақытын қызғанады. Жақсылардың ісін өсекшілер бұзады. Мына заман қай заман, қас күнемге жай заман. Араздық пен өсекке өлшеуі жоқ бай заман. Ынсап, ұят, ар, намыс, сабыр, талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірікпен өсекті жүндей сабап. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңда жүрер өсектеп. Сөз тасушы адам өсектеп жүрген адамның тырнағына да тұрмайды. Өсек пен өтірік егіз. Өшер елдің өсегі өшпес. Әзілде кек, өсекте шек жоқ. Жақсылардың ісін өсекшілер бұзады. Көралмаушылық, бақталастық екі туып бір қалғанында да болады. Оны ойлағанда менің жетістігіме неге қуанбады деп өзгелерге өкпелеу ақымақтық. Өз тағдырына риза болмағандар басқаның бақытын қызғанады. Ешқашан биік шыңға шықтым деп асып тасудың керегі жоқ. Аяғың сәл тайып кетсе, жерден табыласың. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешіре сал. Өмір оған өз-ақ жазасын береді. Қиындықтар өткен өмірдің жазасы емес, жарқын болашағыңа берілген сынақ. Көп адамдардың бетінде көрінбейтін маскасы бар. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көралмаушылық немесе қызғаншақтық құртады. Өзгені төмендеткеннен өзің биік болып қалмайсың. Жаның ауырып тұрса да күлімде, сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Адамның сәттілікке жетуін оның қанша жетістікке жеткенімен емес, оның осы жолда қанша қиындықтан өткеніне қарап бағалау керек. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұру керек. Бәріне бәрібір, өмір сенікі ғой. Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзанқол достарың мен дұшпандарың көбейеді. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді, өмірдің қадірін көрің түсіндіреді, сезімнің қадірін сенім түсіндіреді, сөздің қадірін білім түсіндіреді, бардың қадірін жоғың түсіндіреді, бақтың қадірін сорың түсіндіреді. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз.
Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздерді айтпаңыз. Өмірдің қиындығын көп көрген адам көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Біреуді өсектемес бұрын оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр. Оның жолдағы шалынған әр тасына шалын, оның бар ауыртпалығын сезін. Содан кейін ол туралы өсек айт. Сен күн болсаң да тас секілді адамдар болады. Олар жүрегіңді жаралайды, күйе жағып қаралайды. Олардың алдында ақталма, себебі күнге күйе жағылмайды. Егер сізді өсектесе, қамықпаңыз. Біліңіз, құрттар да тек дәмді жемістерге жабысады. Мен әлемдегі ең керемет ананың перзентімін. Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін беріп аялаған, жанын да аямаған ардақтысы.